Hello children, how is it going? Now let's begin today's new lesson, Sport in Kazakhstan. Exercise 1, do you play sport? Which sport is your favorite? Қайырлы күн балалар, бүгінгі тақырыбымыз Қазақстандағы спорт түрлерімен танысатын боламыз, иә? Бірінші сұрақта қандай спорт түрлерімен айналысасың және сүйікті спорт түрің қандай дейді. Exercise 6, look at the pictures in the text. Which sport do they show? Do you play any of this sport? Tell your partner. Яғни мәтіндегі суретке қараймыз, қандай спорт түрлері берілген дейді. Мен сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Яғни осы туралы досымызбен сөйлесеміз. Next exercise 3, which sport makes Kazakhstan most famous in the world? Яғни қандай спорт түрі Қазақстанда әлемге танымал етті дейді. Енді мына мәтінді оқимыз. Kazakhstan has got many traditional sports. Most of these are games that involve riding horses and such bayga and kokbar. Kazakhstan is also famous for its great athletes in modern sports too. Check out our top 3 sports in Kazakhstan. Қазақстанда көптеген ұлттық спорт түрлері бар. Оған біз кіргіземіз атқа міну, бәйге, көкпар. Сонымен қатар қазіргі заманауи спорт түрлері де бар. Және де Қазақстандағы топ 3 спорт түрін айтып өтейік дейді. Cycling, велосипед тебу. Have you got a bike? Lots of people in Kazakhstan do. In fact, there are special bike passes in big cities such as Almaty. Cycling is a popular sport and Kazakhstan has special racing team Pro Astana. They wear blue and yellow cycling clothes, the colors of the flag of Kazakhstan. Pro Astana cyclists won lots of medals, including a gold medal at the London 2012 Olympic Games. Keep your eye on Oleg Zemlyakov, a young cyclist from Petropavl. He is the winner of the 2016 Tour de Philippines, a big event with cyclists from all over the world. Яғни cycling бұл Қазақстандағы атақты спорт түрлерінің бірі. Біздегі Pro Astana деген команда бар және олар дейді Қазақстан туы секілді көк сары түсті киімдер киеді. 2012 жылғы Лондонда болған олимпиадалық медальда көптеген жетістіктерге жетті, жеңді, медальдары бар. Оның ішіне алтын медальда бар дейді. Біздегі атақты Петропавл қаласынан шыққан атақты велосипедші, жас велосипедші Олег Земляков, ол да 2016 жылы Tour de Philippinada болған Филиппинаның жеңімпазы дейді. Бізді әлемге танытқан жас велосипедші. Келесі boxing. This is the sport that makes Kazakhstan famous all over the world. The country always wins medals for boxing at every Olympic Games. Their national team is the Astana Lions and the racing is the Wolves. People from Astana to Los Angeles, California know Gennady Golovkin's name. He's a great boxer and never loses a fight. That's why people call him the knockout king. Яғни бокс спорты да Қазақстанды әлемге танытты. Және де олимпиадалық ойындарда бокстарда да көптеген медальдарымыз бар. Және де оның ішінде біздің ұлттық командамыз Астана арландарын кіргізсек болады. Және де олардың белгілері қасқыр дейді. Сонымен қатар бізде атақты боксерші ешқашан жеңіліп көрмеген Геннадий Головкин бар. Оны адамдар нокауттың патшасы деп атайды. Football. The most popular sport in Kazakhstan is football. Lots of people watch games between the teams in the Kazakhstan Premier League. Some of these teams even compete with famous European teams in the UEFA Champions League. Born in 1993, Baurzhan Islamkhan is a young football player. He is a captain of Kairat, a team that plays in the Kazakhstan Premier League. Baurzhan also plays for the national team of Kazakhstan. He is a great footballer. Яғни футболда Қазақстандағы танымал атақты спорт түрлерінің бірі. Және де көп адамдар Қазақстан премьер-лигасы командасында ойнайды дейді балалар. Бізде 1990 жылы дүниеге келген Бауыржан Исламхан өте жас футбол ойыншысы. Ол Қайрат командасының капитаны. Қазақстан премьер-лигасында ойнайды. Және де Бауыржан Қазақстанда ұлттық команданың құрамында бар. Ол өте керемет футболшы дейді балалар. Біз осы мәтін сіздерге нақты түсінікті болса, енді осы мәтінге байланысты жаттығулар орындаймыз.
Next, exercise 4, read the text and complete the sentences, then answer the questions дейді балалар. Яғни сөйлемдердің бастапқы бөліктерін берілген, біз сөйлемді аяқтауымыз керек балалар, иә. Біз жаңа мәтіннің барлығын дұрыс толық аудардық, сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Енді сіздерге бұл жаттығу орындау оңай, және де 4-ші 5-ші бізде сұрау сөйлем берілген, сол сұрау сөйлемге де жауап беруіміз керек. Сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым, қарап жазып алсаңыздар болады балалар. Next, exercise 5. Exercise 5, how do these people make Kazakhstan proud of them, tell the class. Яғни қандай адамдар Қазақстанның мақтан тұтатын адамдар, соны сыныпқа айтып берді де, олар кімдер, қандай спорт түрлерімен айналысады, сол сияқты ақпараттар айтсаңыздар болады. Мен сіздерге біраз ақпарат жаздым, осыған қарап, оқып, соны сыныпта айтып талқыласаңыздар болады балалар. Next, exercise 6, listening-ға байланысты тапсырмалар берілген, яғни тыңдалымға байланысты ABC тапсырмалары. Сіздерге мен дұрыс нұсқасын қалдырдым. Осы дұрыс нұсқа қарап, толықтап орындап шықсаңыздар болады балалар. Next task 7, speaking, яғни сөйлеуге байланысты сөйлемдер берілген, тапсырма берілген. Find out about your partner's favorite sport activities, tell the class, яғни досыңның, қасыңдағы сыныптасыңның сүйікті спорт түрлері туралы сұрау керек екен, балалар. Соған қарап сұрап, яғни және ол спортпен қаншақты айналысады. Мысалға, every day, күнде, often, жиі, sometimes, кейде, never, ешқашан, солай мынау таблицаны толтыру керек. Мысалы, go swimming, жүзуге қаншалықты барады, қаншалықты айналысады деген секілді. Сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Осы жерге қарап жазып алсаңыздар болады, немесе өз нұсқаларыңызды жазсаңыздар да болады. Келесі жаттығуға көшеміз. Exercise 6, writing, жазылымға байланысты тапсырма. Complete the email to your English speaking pen friend, яғни досыңа жаңағы неде почтаға хат жібер дейді. Яғни мына сөйлемдерді толықтырып шығуымыз керек. Мен сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Осыған қарап толықтырып шықсаңыздар да болады. Және де бұдан бөлек те өзіңіздің идеяңызға қарай, өзіңіз де досыңызға құрастырып жазсаңыздар болады балалар. Бүгінгі барлық тапсырмалар осымен аяқталды. Егер де сіздерге бүгінгі сабақ ұнаса, каналға тіркелуді, лайк басуды ұмытпаймыз. The lesson is over. Goodbye, children. Now, see you next lesson. Bye-bye.